Сәлем, сіздермен бірге Айнұр, менімен бірге осындай керемет столға қоюға чак-чак дайындайтын боламыз. Чак-чак бұл деген татарлың ұлттық тағамдары болып келеді. Ал ендеше бастаймыз. Бізге 5 жұмыртқа қажет болады. Және де бізге 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ас содасы керек болады. Ас содасын біз лимон қышқылымен сөндіреміз. Барлығын араластырғаннан кейін жай-жаймен біз ұнымызды саламыз. Араластыра отырып дайын қамырымызды мұздатқышқа салып 15 минут қоя тұрамыз. Және де оның барлығын жайып кесеміз. Барлығын кесіп дайындап алғаннан кейін қызып тұрған майға қуырып аламыз жақсылап. Қуырып алғаннан кейін біз сиропына кірісеміз. Сиропқа бізге 1 стакан шекер, 1 банка мед керек болады, жидкий мед. Барлығын екеуін қосып қайнатамыз. Мен чак-чакқа изюм қостым. Изюмді алдын ала жуып, дайындап қойдым. Міне менің қуырып дайындап қойған тестім чак-чактың. Осыған мен қазір изюмді салып, қайнап тұрған сиропымды да салам. Сиропты мына жерде мен тексеріп жатырмын. Салқын суға қолға қататындай болса, онда сироп дайын деген сөз. Біз қазір изюмімізді салып, сиропымызды құятын боламыз. Дәмі енді өте тәтті, столға, дастарханға ұялмай қоятындай десерт. Бұны тек бәрін құйып араластырғаннан кейін сразу қатып қалады. Сондықтан формаларыңызды дайындап, пакетіңізге дайындап салып қойыңыз қажет болады. Мен деген өзім пакеттерге салып, 4 бұрышты деп форма ретінде салып тастадым. Керек кезде, мысалы, мұздатқышыңызға да салып қойып, керек кезде шығарып пайдалануыңызға, жеулеріңізге болады. Ас болсын.